Қыздар, мінекей мен 54 қатарды тоқып бітірдім. Өзіме керекті сантиметр, яғни размерді алдым. Енді осылайша пока бірінші жаңағы балағын, комбинезонның аяғын тоқтата тұрамыз да, енді біріншісін. Енді екіншісін тоқуға көшеміз. Екіншісін тоқитын кезімізде бізде тек разница кешіріңіздерді, касаны өрімнің басқа жағынан келетін да. Мінекей мысалға мынаны біз тоқып болдық. Енді өздеріңіз самостоятельно комбинезонның екінші аяғын бастайсыздар, яғни мен мысалы 42 петля теріп алған едім. Басында сіздер біреуіңізде 38 болуы мүмкін, біреуіңізде 46 болуы мүмкін. Әркім өзінің размеріне тоқып жатқан сол петляны теріп алады, яғни 42 петля теріп аласыздар. Одан кейін менде 18 қатар. Менің резинкам 18 қатар. Сіздерде 16 қатар болуы мүмкін, 20 қатар болуы мүмкін. Әркім өзінің қалауынша, яғни кейбіреуде размер енді басқа жаңағы үлкен болуы мүмкін. Біреу резинка ұзындау болған қалайды, біреу қысқа болған қалайды. Мысалы бүйтіп қана қайырылған қалайды. Ондай болса, сол 16 қатар жетеді деген сияқты. Менде 18 қатар тоқыған болатын. Енді 18 қатарды сіздерде тоқып аласыздар резинканы. Одан кейін 18 қатардан кейін әрбір үшінші петлядан кейін төртінші петляның астынан біз бір петля алатынбыз, сөйтіп қосатын едік. Сол қосуды орындап аласыздар. Мінекей орындап алдым. Содан кейін бізде мінекей касаның маркерлерін қойып, касаны тоқуды бастайтын едік. Енді қараңыздар. Мына жақта біз мына жағын алған едік. Бірінші аяқта мына жағын. Енді екінші аяқта бізге осыған параллельно, яғни симметричный тұру керек. Ол үшін біз мына басынан бастаймыз, санаймыз. Біз алғашқыда 5 петля қалдырған болатынбыз. Сіздерде біреулеріңізде 5 петля, біреуіңізде 6 петля болуы мүмкін. Өйткені 12 айдан жоғары қарай біз 6 петля қалдырдық, Ал 6-9 айлыққа дейін 5 петляда 1, 2, 3, 4, 5. 5 петлядан кейін міне мен бірінші маркерді қоямын. Спицаға маркерді ілеміз. Одан кейін 15 петля санап аламын. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 петлядан кейін екінші маркерді қоямын. 38 петлямен, яғни 3 айлыққа дейінгі размерді тоқып жатқан қыздар 12 петля алған болсаңыздар, онда 12 петля. Мына жақта қанша петля аласыздар, сонша петля. Мына жерде 15. Мінекей маркерді белгілеп алдық. Енді изнаночный қатарды біз өзін тоқып алатынбыз, былай қарай. Осы қатарды сіздер тоқып алыңыздар, яғни платочка мына жерге дейін оң тоқылады. Маркердің іші каса теріс тоқылады. Өткен теріс қатар. Одан кейінгі платочка оң тоқылады. Тоқып болғаннан кейін кездесеміз. Мінекей изнаночный қатарды тоқып алдық, қыздар. Мына жерде спица номерін ауыстыруды ұмытып кетпеңіздер. 3,5-ды тоқып болған балаққа ауыстырасыздар да. Мына жерде петля қосқаннан кейін қосардың алдында 4-ке ауыстырасыздар. 4-ші размерлі 4 мм спицаға. Одан кейін әрі қарай біз касаны тоқып бастаған едік. Бұл касаны тоқу барлығы тура мына бірінші балақта қалай істедік, тура солай 6 қатар тоқып аламыз. Одан кейін 7-ші қатарды айқастырамыз. 8-ші қатар изнаночный қатар, оны по рисунку тоқимыз. Одан кейін тағы да 6 қатар тоқимыз. 7-ші қатарда жаңағыдай айқастырамыз. Тек айқастыруда бізде разница болып тұр. Мына жерде біз бірінші оңға қарай айқастырған болсақ, екінші аяқта параллельно енді солға қарай айқастырамыз бірінші. Одан кейін екіншісін солға қарай болса, екінші аяқта керісінше оңға қарай болады. Мен қазір соны көрсетемін. Өздеріңіз самостоятельно. Мінекей жаңағы екінші изнаночный қатар тоқығаннан кейін қазір 6 қатар тоқып аласыздар. 7-ші қатарда кездесеміз. Қыздар, мінекей бірінші айқастыруға келдік. Мен 6 қатарды тоқып алдым. Енді әрі қарай жалғастырамыз айқастыруды.
бізде бірінші айқастыру каса. Оған дейінгі платочканы тоқимыз. Платочка бізде әрқашан оң тоқылады. Платочканы оң тоқып аламыз. Маркерге дейін маркерді өткізіп алдық. Енді бізде бірінші оңға қарай айқасқан болатын. Енді біз солға қарай айқастырамыз. Ол үшін бірінші 5 петляны тоқып аламыз. Бірінші 5 петляны тоқып аламыз. Мінекей 5-еуі тоқылды. 15 петляның бірінші 5 петлясын. Одан кейін ортаңғы 5 петляны қосымша спицаға ауыстырамыз. 3-еу, 4-еу, 5-еу. Жұмыстың алдынан қалдырамыз. Қалған 5 петляны тоқимыз. Қалған 5 петляны тоқимыз. Енді қосымша спицадағы петляны тоқимыз. Бізде солға қарай, солға қарай бағытталып тұр. Біз біріншінде оңға қарай еді, енді мынада солға қарай. Осылай әрі қарай касаны тоқимыз, бірақ сол жақта оңға қарай айқастырылған болса, оң жақта солға қарай айқастырамыз. Яғни қарама-қарсы істейміз бәрін. Енді осылай әрі қарай қатарды тоқып аяқтайсыздар. Одан кейінгі тағы да обратный рядты тоқып, тағы 6 қатар тоқимыз да, сол жерде кездесеміз. Яғни мен екінші айқастыруды көрсетемін тағы да. Келесі 6 қатар тоқылды, қыздар. Енді мен біріншісінде солға қарай қайырған болсам, енді екіншісінде оңға қарай қайырам. Яғни ол мына екінші солға қарай қайырылған жер, ол мінекей бірінші бітті, енді екіншісі. Осылай әрбір жаңа қайырылған нелерге қарап отырасыздар, тек керісінше істейсіздер осыларға. Енді біз көрсетейін екіншісі қалай екенін. Платочка тоқылады, платочка оң тоқылады. Маркерді қайтарып аламыз. Енді біз бірінші 10 петляны айқастырамыз. Ол үшін 1, 2, 3, 4, 5 петляны алып алдық. Жұмыстың артына қалдырамыз. Ортаңғы 5 петляны оңға қарай қайырамыз. Ол үшін 5 петляны тоқимыз. 4, 5, келесі 5, қосымша спицада тұрған 5 петляны оң тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей тоқыдық. Енді қалған 5 петляны тоқимыз. Маркерді өткізіп аламыз да, ары қарай платочка оң тоқылады, платочканы тоқи береміз. Міне қыздар, негізгі осылай ары қарай жалғаса береді тоқу. Мына сол аяққа қарама-қарсы тоқисыздар. Енді түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге түсінікті айттым деп ойлаймын. Егер де түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, онда менен қайтадан сұрайсыздар. Мен тағы да бір рет түсіріп көруге тырысамын осы жерді қалай болатынын. Мына жақта тоқығанға қарама-қарсы тоқисыздар. Осылай енді әрі қарай біз бір апыр тоқып алғаннан кейін мына есепті жүргізген болатын бізде. Осы есеп жүргізген болатынбыз. Енді қазір тура осылай мен енді 17-ші қатарда қосып отырдым. 17-ші қатарда, 35-ші қатарда және 53-ші қатарда қостым. Тура сіздерге
Мінекей мына бүйтіп жазып көрсеткендей, тура осыны әрі қарай жалғастырасыздар 54 қатарға дейін. Енді әркімнің расчеты әртүрлі ғой, есебі. Сол өздеріңіздің есептеріңіз бойынша осылайша әрі қарай тоқып, екінші балаққа мінекей мына жаққа дейін 54 қатар тоқып жеткізесіздер. Сол 54 қатарға жеткізгеннен кейін кездесетін боламыз. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса жазасыздар, мен сіздерге тағы да видео түсіріп түсіндіріп көремін. Әрі қарай енді тоқуды жалғастырыңыздар. Мына жақта қанша петля қостыңыздар, екінші жақта да тура сонша петля қосылады. Қанша қатар тоқылды, тура сол қатар тоқылады. Дәптерге жазып алып отырып тоқсаңыздар болады.